жасөспірім мен әкесі салмағы 139 келі аюды ауламақ болған. Аңшылар жыртқыштың артынан қуған. Аю кенеттен артқа бұрылып, ер адамға шабуыл жасап, оны бөлшектеп тастамақ болыпты. Жеткіншек бірден әкесіне көмектесуге асығып, бар күшімен аюдың басынан ұрған. Ашуланған жыртқыш жігіттің қолынан тістеп алады. Осы кезде жасөспірімнің әкесі орнынан тұрып, жануарға оқ атқан. Шабуылдың салдарынан жасөспірімнің білегі сынып, ер адам бетінен ауыр жарақат алған. Екеуі де медициналық көмек алу үшін тікұшақпен ауруханаға жеткізілді. Әкесі мен баласы қоңыр аюлардың өте көп тарап кеткен популяциясын атумен айналысқан. Қазіргі уақытта жарақат алған ер адам ауруханада сәтті жазылып, көңіл күйі жақсарды.